Ағылшын тілі формуламен бүгін біз сіздермен бізде теледидар жоқ, себебі біз оны көрмейміз, сөйлемін ағылшын тіліне аударатын боламыз. Бірінші всегда біз туралы айтамыз. Кім туралы айтадық? Біз, we. Енді бір нәрсенің бізде бар екендігін айту үшін біз have етістігін қолданамыз, We have десек, бізде бар деп айтамыз. Ал енді бізде жоқ деп айту үшін біз present simple формуласы арқылы do not көмекші етістігі арқылы айтамыз. We don't have теледидар жоқ. A television because себебі біз оны көрмейміз. We көру дегеніміз watch, яғни бұл жерде біз see деп айта алмаймыз, себебі see деген жай ғана қарау, ал watch ол бізде бір нәрсені бақылау ұзақ уақытта. Яғни бұл жерде де біз болымсыз сөйлемге айналдыру үшін present simple формуласы арқылы айтамыз. Don't. We don't watch it. We don't have a television because we don't watch it. Егер де сен де ағылшын тілін осылай қазақ тілімен байланыстырып, формула арқылы үйреніп, наконец-то сөйлегің келсе, онда менің алда болатын А1, А2, Б1 деңгейіне арналған, бастаушыларға арналған супер курсқа супер жеңілдікпен жазыла аласың, толығырақ профильдегі сілтеме арқылы көре аласың.